Ақын мемлекеттік сыйлықтың иегері Ақұштап Бақтыгерееваның мерейтойы өңірде кең көлемде аталып өтуде. Аудандарда Ақжайықтың Ақшағаласына арналған мазмұнды шаралар ұйымдастырылып, қарымды қаламгерге құрмет көрсетілді. Жастар жылы аясында Жалпақтал ауылында жалын коворкинг орталығы ашылды. Жаңа нысанда кіші буын бос уақытын тиімді өткізіп, интеллектуалдық және шығармашылық қабілетін шыңдай алады. Орталықтың салтанатты ашылуына ақын Ақұштап Бақтыгереева қатысып, жастармен пікір алмасты. Бұл орталықтың жұмысы жастарымыздың басын қосатын, өздерінің тың идеяларын туғызатын. Бұның ішінде IT бұрышы, кітапхана, тағы да кинотеатр, жақсы тренингтер, семинарлар өткізуге арналған бірден бір таптырмайтын орын. Кейін мәдениет үйінде Ақжайықтың Ақшағаласына арналған әдеби сазды кеш шымылдығын түрді. Тағылымды шарада қаламгердің өлеңдері оқылып, сөзіне жазылған әсем әндер шырқалды. Биыл ақынның шығармалары Біріккен ұлттар ұйымының ресми тілдеріне аударыла бастады. Әрі жуырда Стамбул қаласында түрікше жинақ жарық көрген. Біріккен ұлттар ұйымының бекіткен әлемнің ең ұлы 6 тілінде Ақұштап Бақтыгерееваның өлеңдері аударылып шығып отыр. Біз бәлки шетелдерге аударылуды, бәлки үлкен құрмет, ресми, бейресми құрметтерге ие бола берерміз. Бірақ халықтың құрметіне осыншалықты бөленген ақын қазақта көп емес. Коворкинг орталығы Ақжайық ауданында да ашылды. Әлбішін ауылындағы кітапхана қайта жаңғыртылып, материалдық базасын нығайтылды. Ғимарат сапалы ғаламтор желісімен қамтылған. Сондай-ақ дәл осы күні елді мекенде Ақшағала қыз-келіншектер клубы құрылды. Ақұштап Бақтыгереева клубтың жұмысына сәттілік тілеп, отбасы тәрбиесіне зор көңіл бөлу керектігін айтты. Бұл клубтың бастамасын, беташарын өзіміздің жайығымыздың Ақшағаласы Ақұштап апамыз ашып берді. Өзінің қыз бала туралы, отбасы мәселесі, ене мен келін туралы ойларымен бөлісіп, осы клубтың алғашқы алғы сөзін айтып, біздерге үлкен ізгі тілегін арнады. Ақынның мерейтойына арналған шаралар легі Жәнібек ауданында да жалғасын тапты. Еркебұлан Смадияров, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.